Sanirke, benim anam bәліш pişirip koydu. Жейміз бе? Ya, жейік. Тоқта қыздарым. Сендер сырттан ойнап келдіңдер. Сендердің қолдарың лас. Қолдарында қанша микроб бар? Жоқ анашым, біздің қолымыз тап-таза. Сендердің қолдарың өздеріне таза болып көрінгенмен, сіздердің қолдарыңызда көрінбейтін қаншама микроб бар. Кәне, қарап көрейік. Қаншама микроб? Міне, көрдіңіздер ме қыздарым? Сендердің қолдарың өздеріне таза көрінгенмен, біздің қолымызда көрінбейтін микробтар өте көп. Анашым, сонда бұл не болды? Бұл тәтті бәліш емес, бұл хош иісті сабын. Анашым, біздерде осындай сабын жасай аламыз ба? Әрине жасай аламыз. Мен ол үшін сіздерді ажайып зертханаға шақырамын. Кентай зерттеушілер, менің зертханама қош келдіңдер. Ең әуелі біздер қауіпсіздік ережесімен таныс болуымыз керек. Ол үшін бізге арнайы киімдер қажет, және бізге бетперде қажет болады. Бай, бізге сабын жасауды үйретесіз бе? Әрине, үйрететін боламын. Ол үшін мен сіздерге қажетті құралдарды айтып өтейін. Біздерге ең әуелі әртүрлі осындай қалыптар қажет болады, және біздерге міндетті түрде сабынның негізі керек. Сонымен қатар сабынға қажетті май керек болады, көпіргіш заттар қажет, және әртүрлі хош иістендіргіштер, және де түрлі түсті біздің көңіл күйімізді көтеру үшін түрлі түсті бояулар қажет. Сонымен қатар түрлі өзіміздің қалауымызға қарай пигменттерді қосуға болады. Ендеше сабын жасап көргілерің келе ме? Я. Ал кішкентай зерттеушілер, ең әуелі сабынды бастамас бұрын біздер ыстық пешке, қаңылтыр ыдысқа мынандай қатты негізімізді ерітіп алатын боламыз. Қараңыздаршы, мынандай қатты негіз сұйық затқа айналды. Көрдіңдер ме? Осы жерде біздер қауіпсіздік ережесін сақтаймыз. Үлкендердің көмегіне міндетті түрде жүгіну қажет. Мына жерден қандай түсті қосқыларың келеді? Мен сары түс қосам, мен жасыл түсті қосқым келеді. Жарайды. Енді мына жерден қалаған иісті таңдайықшы. Қандай иісі күшті? Ал ендеше келіңдер, маған өздерінің қалаған иістерімізді қосайық. Апай, мен қосайын. Мұқият боламыз, иә? Ыстық ерітіндіге. Ал ең бірінші біздер Еркежанның хош иісін қосайық. Еркежан, кел қосақ. Ал Жанерке, сен қандай түсті таңдадың? Мен сары түсті. Сары түсінді аша қой. Кел, мына ерітіндіге құяйық. Енді қоймасын затымызды араластырайықшы. Ал енді мына жерден өзіміз қалаған қалыпты таңдайық. Қандай қалыпты таңдағыларың келеді? Мен таңдаймын. Аю таңдағың келеді да? Ал Еркежан, сен қайсысын таңдағың келеді? Мен жүректі таңдаймын. Жақсы. Енді осы қалыпқа құяйық. Жанерке, менде көйлек болды, менде аю болды. Есі күшті керемет екен. Апай, осыны енді қолдана берсек бола ма? Иә, әрине, қолдансақ болады. Ендеше қолымызды жуып көреміз бе? Иә. Анашым, біз сабынымызбен қолымызды жуып келдік. Біздің қолымыз енді тап-таза.